Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз бүгін сіздерге ешкі сау орны жайлы айтатын боламыз. Және осы ешкі сауатын орнымызда біз ешкі сау процесін қалай жеңілдетеміз, ешкілерді қалай үйреттік, сол туралы азғантай ғана видеомыз болмақ. Осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, біз бастаймыз. Біздің ешкі сауатын орын екі ешкіні қатар сауға арналған. Жоғары жақта ыдыстарға арналған бөлім. Мындай екі ешкіге орын шығып тұратын. Және бастарын салып тұратын мынандай ішінде жемі бар. Ешкілер осының үстіне кезек шығады және сауылады. Бұл біздің ешкі сауын аппараты, моторы. Сауын орынға шығару міне мынандай бір ғана әдіс арқылы жүзеге асырылады. Есікті ашамыз. Есікті жабамыз. Ешкі өзінің орнына келіп тұрды. Бұл ешкілер толықтай үйренген. Біз тіпті бұны басын бекітпейміз. Уақыт үнемдеу үшін тезірек салып кете береміз. Бұндай үйрену үшін бірнеше айдың бір айда үйретуге болады. Бірақ бұндай толық үйрету үшін бірнеше айларға уақыт кетеді. Ешкіні ал аппаратқа үйрету алдын бірінші қолмен сауыды үйретесіз. Кейіннен аппаратты қосып қойып, қолмен сауасыз. Аппараттың дауысына ешкі үйрену керек. Қатты дауысқа, қатты дыбысқа, дырылдағанға жаңа ешкі үйренеді. Бірнеше күн аппараттың дауысына қойып тұрып, өзіңіз қолмен сауғаннан кейін, содан кейін барып аппаратпен қосып сауа берсеңіз болады. Ешкі сауылып болғаннан кейін, егер де аппаратпен емес қолмен сауатын болсаңыз, мінекей, мынандай орындыққа отырып, былай сауылады. Біз сіздерге бұған дейін біздің аппаратпен қалай сауатымыз жайлы видеоны көрсеткенбіз, және ол қазір маңызды емес. Қазіргісі ешкілерді қалай үйретіп, қалай шығару. Егер де бұл ешкі асау болатын болса, жерге басын фиксациялап тіркеп қоямыз. Осыдан кейін ол басын ала алмайды. Болғаннан соң басын шығарамыз. Ешкі өзінің баратын орнын біледі. Есікті ашамыз. Кірді. Есікті жаптық. Келесі ешкіні дәл осындай әдіс арқылы шығарамыз. Біздің ешкі сау орнымыз осы. Ешкі сау орны дәл осындай болуы шарт емес. Бастысы ыңғайлы сауын столы және сауылған ешкілерді сауылмаған ешкілерден бөлек қамау. Яғни сауылған соң ешкі басқа қораға кетуі шарт. Ешкіні күшпен, ашумен үйрету дұрыс емес. Ешкі өз еркімен сүт беруі шарт. Яғни сауылған кезде үйіп тұруы керек. Сондықтан ешкілерді үйрету аса маңызды іс. Тек өзі ерікті түрде сүт берген ешкі ғана сүтті ешкі болады. Осыны естен шығармаңыз. Мал жандарыңыз аман болсын деп біз бүгінгі шығарылымды тамамдаймыз. Ал сіз арнамызға тіркеліп, лайк басып, WhatsApp'та видеоны топтарға таратуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.